абай айтады, ақыл, қайрат, жүрек үшеуін бірдей ұста дейді. Қазіргі көбіске қайрат деген мәселе күш, жігер, намыс. Қазақ жастарына жетіспейтін қасиеттің бірі осы қайраттылық. Қайрат, күш, бір-екі рет жалпы жол болмай, жұмыс таппай, қаймағы шайқалып кететін болса, қазақ жастарының қайратсыздығы көрінеді. Сонда абай айтады, қайрат, ақыл, жүрек үшеуін бірдей ұста. Қайраттылық керек. Жалпы біз қазір қоғамда айтамыз, жұмыс жоқ, өмір қиындап бара жатыр деген сияқты. Сонда абай айтады, Алла тағала 38-ші сөзінде адамға берді дейді. Не берді дегенде айтады, 12 мүшесін сауғып берді дейді. 12 мүшесін сауғып беруінің өзі бұл үлкен адамға деген мейірімділігі дейді. Екінші бергені адамға дүниені меңгеретін, дүниеде мал табатындай, қаржы табатындай ақыл берді дейді. Ақылмен қоса оған ғылым берді дейді. Сондықтан қарасаңыздар, ақыл, ғылым, бұның барлығы жалпы адал жолмен мал табудың, яғни имандылыққа қарай жетелейтін негізі.